Қонысбайдың қош жетімі. Екі қолын артына ұстап, ары-бері жүргіштеп, тағатсызданып тұрған Нұрғожа ішкі жақтан асығыс шығып келе жатқан дәрігер әйелден «Жан бөпе қайтып тұр» деп еді. Дәрігер: «Бола берген жоқ, 10 минутпен ауырып тұр. Әйеліне ғашық жігіт асықпайды, тос» деп қалжыңдай күліп қайта кірді. Нұрғожа да мырс етіп: «Япырай, осы әйелдердің тыныш жүре алмайтыны несі екен?» деп ойлады да күту бөлмесінің орындығына отырып еді. Көңілі алағызып, тағы да тыныштық таба алмады. Бір жағы алғаш рет босанғалы толғатып тұрған әйеліне жан ашып қайтер екен деп қорқып, бір жағынан өзінің әке болатынына сене алмай қуанып, бәйгеге чабатын ат секілді тыпырши берді. Сосын қойнынан жұп-жұқа қызлала орамал çıt шығарып, мұрнына тигізе иіскеп отырып, әйелімен алғаш кездескен сәтін ойлап, өзді-өзінен күліп жіберді. 3 жыл бұрын аймақтың 60 жылдық тойы болып, соған ат қосуға барған. Бір күні аймақ орталығына барып, аздап ұрттап жалап, кешке таман Қобда өзенін жағалап, қосына қарай қайтып келе жатыр еді. Су жағасында ұзын да жұқа, қып-қызыл әсем көйлегі бар, биік өкші ұзын қоныш етік киген, ақшыл өңді, сұңғақ бойлы сүйкімді бойжеткен бір жирен атты жайылтып тұр екен. Қалалықтарша киінген сұлу қыздың ат жайылтып тұрған жарасымсыз жағдайын көрген Нұрғожа аттан түсті де: «Сәлеметсіз бе, бапкер бойжеткен?» деп мысқылдай күліп қолын ұсынып еді. Қыз жігіттің басынан аяғына дейін бір шолып өтіп: «Кеш жарық, тойшы жігіт» деп қолында алмады. Бүйтеді деп ойламаған ол сәл сасқалақтап қалды да: «Қарындас, ат бәйгелі болсын, сәлем алмадыңыз ғой» деп еді. Қыз: «Сәлем алмайын дегем жоқ, сіздің сәлеміңіз сәлемге ұқсамады ғой ағасы» деді. Мынауың нағыз тентек қыз ғой деп ойлаған Нұрғожа одан ары сөйлесе түскісі келіп: «Қарындас, екі кештің арасында ат баптап жүрсіз бе, жоқ әлде кездесуге шығып жігіт тосып жүрсіз бе?» деді. «Сабағаңды бердім ау» деген кісіше қалжыңдай күліп. Бұл сөзді естіген қыз түк саспастан жігітке қарап: «Қызық екенсіз ағасы. Ат баптап жүрмін бе, жігіт тосып жүрмін бе, онда шаруаңыз қанша? Әрі осының бәрін айтып жататын сіз менің сырлас жеңгем немесе абысыным емессіз ғой» деді атын жайылта түсіп. Нұрғожа ішінен: «Мә, саған керек болса сыбағаның қандай екенін көрсет той мына қыз» деп ойлады да сөзді басқаға бұрғысы келіп: «Қарындас, атыңыз жүйрік екен, бабы да жүзі жеткен кездіктей қылпылдап тұрған көрінеді. Мен де ат қосқалы келгенмін. Жолымыз бір екен, менің атымды көрші, бабы қандай екен» деп әдейі қызды сынағандай мініп жүрген атын көлдөлең тартты. Атқа бір қараған қыз бәйгенің ат емес екенін бірден аңғарды да жігітке қарап: «Жақсы ат екен, бірақ одан гөрі сіздің бабыңыз келіп тұрған көрінеді ғой. Ал жолға келсек, қосыла қоятын түрі жоқ. Мен су жағалап ат жайылтып, сіз қыз жағалап басқа бірдеме жайылтып жүрген сыңайлысыз ғой» деп бір күлді де өз атына қарап шылбырын тартып маңдайынан сипай тұрып: «Жарайды жетімім, қайтайық. Мына жігіттің екемізге тыныштық беретін түрі жоқ» деп атын жетектеп жүруге айналды. Нұрғожа өзінің оңбай жеңілгенін білсе де қызға еш кектенген жоқ. Атын жетектеп жақындай түсті де: «Жетімім дейсіз бе? Бұл қай жетім қарындас?» деп еді. Қыз: «Әке шешесін өмір бойы қанжығасына байлап жүрген кім бар дейсіз ағасы? Дүниеде не көп, жетім көп. Солардың бірі де. Сіз қай жетімді білуші едіңіз?» деп жүрісін жылдамдатып оза берді. Басқа амалы қалмаған жігіт тек қалғысы келмеді ме, қыздың мойнына салған жұқа қызлала чытын ұшынан ұстап сырғытып тартып алып қалды. Соны байқаған қыз қайта айланып: «Сізді Дабылардай ағама десем, әлі де қыздың чытына жармасудан ары кетпеген бал екенсіз ғой»
Кыздың орамалы 500 жорға тұратынын білетін шығарсың, балақай. Қайтесің, орамалымды қайтар, деді. Бірақ оны естіген Нұрғожа болмады. Сау болыңыз, сұлу бойжеткен. Ертең бәйгеде кездескейік. Егер сенің атың озып келсе, орамалыңды қолыңа саламын. Ал менің атым озып келсе, онда 500 жорға тұратын орамалыңмен қош айтыса бер, деп шаба жөнелді. Осылай ойлаған ол тағы да күлімсіреп жан-жағына қарады. Сосын бір кіріп, бір шығып, тыздақтап жүрген бағанағы мысқылшыл келіншектен бағанағы сұрауын қайта-қайталап, Жанбөпе қайтып тұр, деп еді. Дәрігер келіншек тағы да мысқылға басып, Алла, Алла, неткен қызу махаббат еді. Әйеліңе жаның ашып бара жатса, баланы өзің неге таппадың? Әлі де бола берген жоқ. 5 минутпен ауырып тұр. Тоса түс, жігітім, деп мазақтады. Нұрғожа басын шайқап, сеніме бәлем, тұра тұр, деп ойлап, далаға шығып, енді рауандап бозарайын деп келе жатқан тыныш түннің тұп-тұнық қара көк аспанына телміріп, аз тұрды да, сонодайда байлаулы тұрған атына барып, маңдайынан сипап, қалайсың жетімім? Сенің де тағатың таусылып тұрма. Құдай екеміздің бағымызға Жанбөпені аман қылсын, деп жетім жиреннің мойнынан құшақтады. Сосын атына сүйеніп тұрып, Жанбөпемен үйленердегі атасының айтқан сөзін есіне түсірді. Қонысбай шал ол екеуіне батасын беріп, аттандырар алдында Нұрғожаны жанына алып, балам Нұрғожа деген, мына өмір кімді жылатпады? Мен дағы сол жылағандардың бірімін. Жанбөпе де жылап өсті. Бірақ өмір қалай жылатса, солай уата да алады. Құдайға шүкір, бүгін бақыттымын. Ешбір кіршіксіз, пәк таза көңілмен балбұл жанған 20 жасымда өмірді бастадым. Жанбөпенің шешесіне үйлендім. Күндерім қандай тәтті еді. Бірақ амал қанша, бар жоғы 5 жылдан кейін жалғыз-ақ күні өмірім алай-дүлей боранға ұрынғандай күйге түсті. Жаныма балаған жан-жарым ауырмай, сырқамай, жарқырап тұрып ағып түскен жұлдыздай жарқ етті де жоқ болды. Қайтейін, сондай жайлары бақытты маңдайыма сыйғыза алмаған бейшара басымды қоярға жер таппай, не бары 5-ке де жете бермеген Жанбөпемді құшақтап, көз жасымнан көл орнатып, күндіз демей, түн демей еңіредім, жыладым. Жан-жарымның бар кезінде аттап шыққым келмей, байлаулы бұзаудай айнал соқтайтын жануям. Өз үйіме өзім кіргім келмей қашқалақтап, жалғыз еркем Жанбөпемді қойныма салып алып, ертелі-кеш ат үстінде ана жақ, мына жаққа сапар шегіп, жүріп көп жүретінді шығардым. Өзегімді жетімдік қайғысы өртеп, өзім келе алмай, жан таласып, шарқ ұрып, сырғақтап жүрген сондай бір мазасыз күндердің бірінде қызым екеміз Қобдадағы апайыма барып, қайтып келе жатқан жолда ойламаған іске тап болдық. Ала көлеңке кеш болып, қасқырайып бара жатқан. Кенеттен астымдағы ат илең ете түсті де, осқырынып жіберіп еді, тым жақыннан жас қолымның кісінеген дыбысы шықты. Атымның басын солай бұрдым. Сонадай жерде бір қарайған көрінді. Жақындасам, өліп көп болмаған бір жылқының өлімтігі жатыр. Қасында бір жас құлын. Өлген жылқының ыстық күнге іші кеуіп кеткен, оң солын білмейтін жас құлын енесінің бауырына бір жатып, бір тұрып, жемтік анасының сары солы желінен емеді. Атымнан түсіп, құлынға жақындасам, байқұс сәби сырғақтап, енесінің жемтігін айлана қашады. Өз көзіме өзім сене алмадым. Дәл қойнымдағы Жанбөпем сықылды сезіліп, іші бауырым елжіреп кетті. Жақын бір сапарға кетіп, қайтып оралғанымда аяулы жарым дүниеден өтіп кеткен 5 жасар кішкентай қызым құлында құлын жылап отырғаны есіме түсті. Егілеп отыра кеттім. Қойнымдағы Жанбөпем, әке, құлын ғой,
Чешесі неге тұрмайды? Өліп қалғанба алып кетейікші деп балдырлайды. Құлын сол жерден аттанып үйге жеткенше, тіпті келгеннен кейін де неше күн бойы шырқырап, екі көзінен үлкен жас моншақтатып, сай сүйегімді сырқыратты. Бүйтіп шырылдатып қойғанша сойып тастаймын ба деп тойладым. Жанбөпе өзіне қарамай, оны алдап тәтті беріп, нан беріп, мойнына асылып, маңдайынан сипап жұбатады. Бие байлап саумал бердім. Ақыры үйренді. Баладан ешбір айырмашылығы жоқ. Қарны тойса ойнақ қағып ойнайды, ашықса шырқырап, енесін жоқтап тамақ іздейді. Үйге жатып, үйде тұрады. Бізбен әбден үйір болды. Күндіз кешке дейін Жанбөпе екеуі бірге ойнайды. Сөйтіп, екі жетімге тағы бір жетім қосылып, біз 3 жетім болған едік. Жаз шықты. Жетім құлын тай болды, жетім қызым 6-ға келді. Жараттым. Сұмынның тойына барып, құйрық кекілін боп, Жанбөпемен мінгізіп, айдалып бара жатқан жүйрік тайлардың қатарына қоса салдым. Жүйрік болсын дегем жоқ. Әншейін 2 жетім теңдестерімен жарысып, озса озғанның, қалса қалғанның қандай болатынын көрсін, сезсін дедім. Кешікпей тай жарысының алды көрінді. Міне ғажап. 2 жетім алдына жан салмай, жалғыз қара озып келді. Менің қуанышымда чек жоқ. Көптің алдында ол екеуін құшақтап, айналайын менің жетімдерім деп еңіреп жыладым. Айналамдағы дос жаран, туыс таныс, тіпті танымайтын адамдар да менімен қоса жыласты. Міне балам, бұл екеуі сол күннен бастап Қонысбайдың қос жетімі атанып, қаншама жарысқа қатысты. Озды, қалды, бәрін де көрді. Жетім жирен бірде-бір рет жылқымен бірге өріске шығып көрген емес. Қыста да, жазда да үйдің жанында Жанбөпемен бірге болады. Қазір де саумал ішеді, нан мен көк құрақ жейді. Енді екеуі де ер жетті. Жанбөпе 20-ға келді. Жетім жирен 15-ке келді. Құдай саған жолықтырды, екеуін 2 жаққа айырып қайтем, екеуін де ал. Өмірдің талай соқпақ, қиыр да қиын жолдары бар балам. Бірде сүрініп, бірде жығылып, тағы бірде тұрасыңдар. Соның бәрінде бірге болыңдар. Екеуі де ананың мейірімін көрмеген жарым көңіл байқұстар. Әрі бірде-бір рет қағу көрмеген ерке шора. Бірақ ақылсыз емес. Өмір үйреткен көмпіс жандар. Саған серік болып шыдайды. Қолыңнан келсе еркелет, ал еркелете алмасаң, жылатпа балам. Болды, басқа айтарым жоқ, деп Нұрғожаның маңдайынан иіскеп, көл көсір жылаған. Нұрғожа атасының өмір қалай жылатса, солай уата да алады деген сөзін қайталады. Тағы да аспанға қарады, таңның шеті сөгілеп, ағарып атып келеді екен. Ол Жанбөпе не болды екен? Ішке кірейін деп айлана беріп еді, бағанағы ақ қалатты мысқылшыл келіншек жүгіріп шығып, «Өй, сен атыңды құшақтап тұра беремісің? Келіншегің босанды. Ұлды болдың, сүйінші!» деп айғай салды. Нұрғожа қалай жеткенін де білген жоқ. 2 ұшақ секіріп ішке кірді де өзіне қуанышты хабарды жеткізіп, айланып бара жатқан дәрігер келіншекті белінен қапсыра құшақтап көтере жүгірді. «Ойбай, белімді сындырдың, жіберші, жібер!» деп тыпырлаған келіншектің сөзін ол естіген де жоқ. Ол аурухананың ішінде аз айланып, қайтадан шығып атына қарай жүгіргенде Алтайдың асқар тауларының иығынан сығалаған жайдары жарық алтын күн күлімдеп, жалпақ жер анаға нұр шуағын қалтқысыз төгіп көтеріліп келе жатты. Өмір қалай жылатса, солай уата да алады. Әңгімені жазып, оқыған Байыт Қабанұлы.